Қазақмыстағы Қазақстанды кен байытушыларға қырғыз әріптестері қонаққа келді. Бозымчак алтын кенішінде қайта іске қосылғалы отырған байыту фабрикасының 40 шақты маманы мен жұмысшылар 2 апта бойы Жезқазған, Шығыс және Қарағандыдағы фабрикаларда тәжірибеден өтті. Бір қызығы, мыс қоспасын алу әдістері бір-біріне ұқсайды, еш айырмашылығы жоқ. Технология у нас одинаковая. Технология бірдей, еш айырмашылық жоқ деуге болады. Бірақ бұл жерде өндіріс көлемі бізге қарағанда 10 есе үлкен. Біз мұндай қорасан зор көлемде кең байытылған ешқашан көрген емеспіз. Тәжірибеден өткен қызметкерлердің барлығы дерлік алдағы 1-2 айда іске қосылғалы отырған фабриканың инженерлік техникалық мамандар құрамына кірді. Қырғыз еліндегі фабрикада барлығы 200-ге жуық адам жұмыс істемек. У нас на 80%. Бізде 80% электронды қондырғылар пайдаланылады. Әрине адамдардың көмегінсіз болмайды, бірақ фабрика мүмкіндігінше автоматтандырылады деген жоспар бар. Будет автоматизирован. Фабриканың еңбек ұжымы жергілікті халық арасынан іріктеп алынады. Бозымчак кен байыту кешені туралы сюжетті алдағы бағдарламаларымыздың бірінен көре аласыздар.